Сәлем баршаңызға. Егер пирогтарыңыз дұрыс шықпай жүрген болса, алдымен осы пирогты пісіріп үйренгеніңіз дұрыс. Үбілген, жұмсақ болып шығатын ыстық кезінде шай ішкенге не жетсін. Алдымен қазақ тілді қолдау мақсатында арнама тіркелуіңізді сұраймын. Осы зебра пирогқа керекті заттарды, ингредиенттерді видео астындағы описание бөліміне және комментарий бөліміне қалдырамын. Және видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруыңызды сұраймын. Көп затты керек етпейді, өте оңай жасалады. Олай болса видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге пісіріп көріңіз. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа, қант салып, қант ерігенше қорықпай, жақсылап миксерлеп алғанымыз дұрыс. Қаймақты қосып араластырамыз, миксерлейміз. Кезекте сары майды қосып тағы да кішкене миксерлейміз. Ұнның үстіне ас содасын қосып, алдымен ұнды құрғақ кезінде араластырамыз. Ұнды видеодағыдай бөліп салып миксерлейміз. Екінші таза ыдысымызға дайын болған қамырды теңдей бөліп құямыз. Бір бөлігіне 2 ас қасық какао салып, екінші бөлігіне тура 2 ас қасық ұн қосамыз. Осы жерде ескере кететін жағдай, бірінші ұн қосылған бөлігін миксерлейміз. Екінші ретте какао қосылған бөлігін миксерлейміз. Формамызды дайындап алып, пергамент қағазын төсеп, дайын болған қамырды 2 ас қасықтан видеода көрсетілгендей етіп құямыз. Дайын болған қамырға шпажка көмегімен зебра өрнегін сызып шығамыз. Міне дайын болды. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Градусы мен уақыты сіздің пешіңізге байланысты. Піскен уақытта пештің аузын тез арада ашпай 10 минуттай күтіңіз, пирог отырып қалмау үшін. Видео ұнаса, пирогыңыз жақсы шықса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлығыңызға ас болсын.